Бәріне сәлем, қалдарыңыз қалай? Менен жаңадан видео күтіп отырған болсаңыздар, дайындалыңыздар. Бүгін мен сіздермен бомба видеомен бөлісемін. Бүгінгі біздің тақырып шаш күтіміне арналады. Егер сіз шашыңыз бұйра, жаңағы өз-өзін тыңдамайтын, жан-жаққа қарап айғайлап тұратын, жаңағыдай пористі дейді ғой, яғни өзімен өзі өмір сүретін шашыңыз сондай типқа жататын болса, онда бұл маска дәл сізге арналады. Бұл масканың арқасында шашыңыз түзуленіп, шашыңыздың жылтыры қалпына келіп, және де кератин эффект жасайтын болады. Ал егер де сізге осындай тағы да басқа да видеолар қызық болса, ең алдымен менің каналыма тіркеле кетіңіз және лайк басуды ұмытпаңыз. Сол кезде мені бір қуантып қоясыз және маған мотивация бересіз. Ал маған деген жеке сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментария бөліміне жаза кетіңіз, жауабын міндетті түрде аласыз. Қыздар, бұл масканы міндетті түрде жасап көріңіздер, өйткені бұның результаты енді шынымен де 100% сіздерге көмектеседі. Егер шашыңыз бұйра болып, оны сіз түзулеп күнде утюжокпен ауысып жүрген болсаңыз, осы маска дәл сізге керек болады. Ол сіздің шашыңызды түзулеп қоймай, жылтыратып, қалыңдатып және де шатаспауына жақсы септігін тигізеді. Яғни кератиннан бөлек ол кондиционер, яғни бальзам эффектімен жұмыс атқаратын болады. Сол себепті бұл масканы барлық қыздарға мен жасауға кеңес беремін. Аптасына 2 рет, 2-3 ай көлемінде тоқтамай жасайтын болсаңыз, міндетті түрде 100% результатқа жететін боласыз. Ал оның жасау жолы өте оңай, 2 ғана ингредиент қажет болады. Ал бізге керекті ингредиент ол қарапайым кәдімгі жүгері крахмалы. Ол барлық дүкендерде сатылады. Және де ең басты ингредиент ол өзіңіздің күнделікті тұтынып жүрген картоп. Осы картошканың арқасында негізінде шашыңыздың барлық құрғақтығынан жойып, яғни ылғалдандыруына жақсы көмектеседі. Және де бұйралығын алады, және де шашыңыздың шатаспай, сусылдап, яғни кератин эффект жасап тұруына жақсы септігін тигізеді. Сол себепті картоптың біздің шашымызға еш зияны жоқ, тек қана пайдасы өте көп. Қарапайым күнделікті үйде қолданып жүрген заттардан шынымен де 100% көмектесетін маска жасауға болады. Ал енді рецептқа кірісек, ол үшін ең алдымен картопты жақсылап тазалап алу қажет болады. Негізінде қарапайым картошканың біздің бет күтімімізде, шаш күтімімізде беретін жаңағы дәрумендері өте көп. Осы картоппен негізінде бетіміздегі қара дақтарға арналған маска жасауға болады. Ал шашты өте жақсы ылғалдандырады және осы жасаған қазіргі маскамызды, яғни кератин составымызды тоңазытқышта 1 аптаға ұстауға болады. Мысалға, осы бір картоптан жасалған маска маған 2 рет жасауға жетеді. Яғни бір картопты мен қазір жасап болғаннан кейін қазір бір пайдаланамын және холодильникке, яғни тоңазытқышқа салып қойып, аптаның соңында 2-ші рет пайдаланамын. Осы маска 2-3 ай көлемінде жасайтын болсаңыз, сізге шынымен де жақсы результат алып келетін болады. Сол үшін уақытын үзбей міндетті түрде жасап жүріңіз. Ал енді бізге тазалап алған картопымызды жақсылап өткізгіштен өткізіп алу қажет болады. Мейлінше майда көзінен өткізсеңіз де жарайды. Ал картопымызды жақсылап майда көзінен өткізіп алдық. Енді осындай қазанға салып қайнатамыз. Яғни осы бір жаңағы дана картопқа жарты стакан, яғни 100-150 грамм су құятын боламыз. Осы дайын болған картошкамыз бен суымызды отта 10-15 минут қайта араластыру арқылы дайындаймыз. Қазір мен жаңағы картошкамызды отқа қойып қойдым, дайын болғанша мен сізге 1-2 пайдалы ақпарат бере кетейін. Жаңағы біздің дайындап жатқан маска, яғни кератин составымызды
барлық жастағы адамдарға бола береді. Яғни кішкентай балаларға, үлкен жастағы апаларға және орта жастағы қыз-келіншектерге болады. Себебі сіздер мен жаңадан рецепт салған кезде міндетті түрде комментарий бөліміне жаңағы қызыма бола ма деген сұрақтар өте көп келеді екен. Мен соны жаңағы айтып өтейін деп шештім. Қызыңыз мектеп жасында, балабақша жасында болса да осы масканы жасай беруге болады. Әсіресе шашы бұйра адамдарға өте керемет таптырмас құрал. Егер де шашыңыздың ұшы құрғақ, шашыңызды жаңағыдай осветление дейді ғой, яғни сложно окрашивание жасаған болсаңыз, бұл сізге таптырмас маска болып саналады. Ал мен кеттім, картошкамды бір араластырып қояйын. Ал біздің картобымыз өте жақсы дайын болды, қоюланды. Енді осы массаны электрлік блендерден өткізу үшін арнайы ыдысқа салып дайындаймын. Осы массаны блендермен жақсылап езіп алу қажет. Ал енді блендерден жақсылап езіп алдық. Осыны марльдан өткізіп, суын ғана шығарып аламыз. Қайнатылған әбден жаңағы біздің марльдан өткізіп, кремге ұқсас бізде осындай масса шықты. Енді осыған айтып өткен екінші біздің ингредиентіміз, яғни жүгері крахмалды қосатын боламыз. Жүгері крахмалының бізге 2-3 ас қасық жетеді. Менің қасығымның көлемі үлкен, сол үшін мен 1,5-2-ге сәл-сәл жетпес қосамын. Түйіршік болмағанша жақсылап араластырып алып, енді осындай жаңағы қазанымызға құйып, отта тағы да 7-8 минут қайнатамыз. Сол кезде біздің кератин массамыз толығымен дайын болады. Ал біздің жаңағы крахмал қосылған, яғни картоп пен крахмал араласқан составымызды оттан алдық. Отта 7-8 минуттан кейін түсі өзгеріп, карамель түске ұқсас болады. Және де массасы крем, бальзам, кондиционерге ұқсайтын болады. Сол кезде оттан алып, суығанша күтесіз. Ал енді қолдану техникасы аптасына 2 рет таза шашқа түбінен ұзындығына дейін әбден жағып, сыртынан душқа арналған қалпақ не болмаса полиэтилен пакетін киіп 2 сағат кемінде ұстайсыз. Сол кезде жақсы результат береді. 2 сағаттан кейін өзіңіздің күнделікті қолданып жүрген шампунь, бальзам, кондиционерлеріңізбен жуып, жақсылап кептіріп аласыздар. Ең кем дегенде 2 ай бойы қолданыңыздар. Сол кезде міндетті түрде результатқа жетесіз.